Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінде социалистік еңбек ері атағын иеленуші тұлғалар үшін арнайы экспозиция даярланған. Жалпы Ұлы Отан соғысы аяқталысымен қарапайым халық қызу еңбекке кіріседі. 1947 жылы карточка жүйесі айналымнан шығып, ақша енеді. Және де 1946 жылдан 50 жыл аралығында 195 социалистік еңбек ері атағы берілген. Сондай-ақ 1380 адам орден медалімен марапатталды. Қызылжұлдыз ауылынан шыққан сынды бала Оңғарбайқызы, Дариға Жантоқова, Мәриям Мырзахметқызы және де 2 мәрте социалистік еңбек ері атағын алған Шопан Жазылбек Қуанышбаев атамыз және де Қартабай Атшабаров сынды кісілерді атап өтсек болады. Жазылбек Қуанышбаев 1896 жылы 29 наурызда Көктерек ауылында дүниеге келген. 1947 жылы социалистік еңбек ерінің бірінші алтын жұлдызын алды. Қой шаруашылығын дамытудағы аса үздік еңбек үшін 2 мәрте социалистік еңбек ері құрметімен марапатталған болатын. Қазақ СССР жоғары кеңесінің 3 және 4 жиналысының депутаты қызметін атқарған. 2 мәрте Ленин орденімен марапатталған болатын. Сынды бала Оңғарбайқызы қызылша өсіруші, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қызылжұлдыз совхозының звеношысы. 1939-1960 жылдар аралығында қызылшашылар звеносын басқарды. Осы жылдар аралығында өз мамандығын жетік меңгеріп, көптеген тәжірибелер жинайды. Осының нәтижесінде оның звеносы бірнеше жыл қатарынан жоғары көрсеткіштерге қол жеткізеді. Тамара Дахминдаровна Абдуллаевна 1914 жылы наурызда дүниеге келген. 12 жасынан бастап жүзім шаруашылығында жұмыс істеді. Тамара Дахминдаровна Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызыл шығыс ұжымшар звеношысы болып еңбек етеді. Ибрагимова Мәрзия, социалистік еңбек ері. Ибрагимова Мәрзия 1946 жылы 6 гектар жердің әр гектарына 350 центнерден орындайды. Қант қызылшасын өсіреді. 1947 жылы 4 гектар жердің әр гектарынан межеленген 220 центнердің орнына 822 центнер өнім алып, рекорд орнатады. Тарихтан белгілі 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысына жарамды ер азаматтардың бірі қалмай аттанып, ал жас балалар мен әйелдер зауыт-фабрикаларда ересек кісілердің орнын басып, жан қиярлықпен еңбек етсе, қыр қазақтары мал бағып егін салды. Ешкім аянған жоқ. Ұлы Отан соғысы біздің батырлардың жеңісімен аяқталып, жұрт енді есін жиған сәтте, сол кезде өкімет еңбек адамдарының мемлекеттік жоғары наградамен ерекше құрметтеу саясатын мықтап қолға алған болатын. Жамбыл облысының көптеген диқаншылар мен малшылары да сол кезеңде өздерінің ерен еңбегі үшін социалистік еңбек ері атағын алған болатын.